2025 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша негізгі гидрологиялық болжамға сәйкес Қызылорда облысы аумағындағы топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштері келесідей. Облыс аумағының басым бөлігінде, оның ішінде орталық, оңтүстік және шығыс аудандарда Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Жаңақорған аудандары және Арал ауданының шығыс бөлігінде топырақтың ылғалдануы норма шамасында. Облыстың батысында, солтүстігінде және де оңтүстік шығысында Шиелі ауданы, Арал ауданының батыс бөлігі мен Жаңақорған ауданының оңтүстік шығыс бөлігі ылғалдану нормадан төмен. 2025 жылғы наурыз жағдайы бойынша Қызылорда облысы Қазалы ауданында 15 см, Шиелі ауданында топырақтың тоңдануы бақыланбады. Өткен жылда тоңдану тереңдігі Шиеліде 29 см және Қазалыда 45 см болған. Облыс аумағы бойынша суық кезеңде жинақталған жауын-шашын біркелкі таралмаған. Қармақшы ауданының орталығында нормадан 53%-ға жоғары. Жаңақорған, Қармақшы, Қазалы аудандарының оңтүстік бөлігінде және облыстың батыс бөлігінде нормадан 65%-дан 90%-ға дейін төмен. Жаңақорған, Қармақшы, Қазалы аудандарының солтүстік бөлігінде, сондай-ақ Шиелі, Жалағаш, Сырдария аудандарында норма шамасында. Наурыз айына арналған ұзақ мерзімді ауа райы болжамына сәйкес, ауаның орташа айлық температурасы 2,4 градустан 9,3 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Бұл нормадан 2 градусқа жоғары. Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың солтүстік батысында нормадан көп болады деп күтілуде. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштерін, суық кезеңдегі жауын-шашын мөлшерін, топырақтың тоңдану тереңдігін, топырақ бетінде мұз қабығының болуы, сондай-ақ өзендердің мұз режимдерін талдай отырып, су тасқыны қаупі бар өңірлерге алдын ала баға берілді. Қаупі жоғары Жалағаш ауданы, қаупі орташа Жаңақорған, Шиелі, Сырдария, Қармақшы, Қазалы аудандары және Қызылорда қаласы, қаупі төмен Арал ауданы. Егер гидрометеорологиялық жағдай күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатер туралы хабарлайтын болады. Сонымен қатар, ел аумағындағы гидрологиялық жағдай мен анықтама консультациясын Қазгидрометтің ресми сайтындағы гидрологиялық мониторингтің интерактивті картасы бөлімінен толығырақ танысуға болады. 2025 жылғы 1 наурыз жағдай бойынша негізгі гидрологиялық болжамға сәйкес Түркістан облысы аумағындағы топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштері келесідей. Облыс аумағы бойынша топырақтың күзгі ылғалдану нормадан 49%-ға жоғары. Өткен жылмен салыстырғанда облыстың оңтүстік және оңтүстік шығыс бөлігінде Жетісай, Мақтаралы, Сарыағаш, Келес, Қазығұрт, Төле Би, Түлкібас, Ордабасы, Бәйдібек, Арыс, Отырар, Сайрам, Шардара аудандары күзгі кезеңде жауын-шашын мөлшері 40%-ға артқан. Ал облыстың солтүстік бөлігінде Созақ, Сауран аудандары жауын-шашын мөлшері орта есеппен 55%-ға төмен. 2025 жылға Қазығұрт, Түлкібас, Төле Би аудандарында не Шымкент қаласында топырақтың тоңдану тереңдігі 2 см-ге дейін жеткені байқалады. Ең жоғарғы көрсеткіш ретінде Шымкент қаласында тіркеледі. Қалған аудандарда Түлкібас, Қазығұрт, Төле Би топырақтың тоңдану тереңдігі байқалмады. Суық кезеңде жинақталған жауын-шашын мөлшері біркелкі таралмаған. Түлкібас және Төле Би аудандарының биік таулы бөлігінде жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары. Түлкібас, Сайрам және Созақ аудандарының орта таулы бөлігінде көрсеткіштер норма шегінде. Облыстың жазық батыс бөлігінде, әсіресе Отырар ауданында жауын-шашын мөлшері нормадан төмен. Наурыз айына арналған ұзақ мерзімді ауа райы болжамына сәйкес, ауаның орташа айлық температурасы 3,3 градустан 12,1 градус жоғары болады деп күтілуде. Бұл нормадан 2%-ға жоғары. Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік батысында нормадан көп болады деп күтілуде. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштерін, суық кезеңдегі жауын-шашын мөлшерін, топырақтың тоңдану тереңдігін, топырақтың бетінде мұз қабығының болуы, сондай-ақ өзендердің мұз режимдерін талдай отырып, су тасқыны қаупі бар өңірлерге алдын ала баға берілді. Су басу қаупі жоғары Отырар ауданы, су басу қаупі орташа Сауран, Бәйдібек, Сайрам, Түлкібас, Ордабасы, Қазығұрт және Келес аудандары. Су басуы
Төмен, қаупі төмен Шардара, Сарыағаш, Жетісай, Мақтаарал, Төле би, Арыс, Созақ аудандары. Егер гидрометеорологиялық жағдай күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатерлер туралы хабарлайтын болады. Сонымен қатар ел аумағындағы гидрологиялық жағдай мен анықтама консультациясын Қазгидромет ресми сайтындағы гидрологиялық мониторингтің интерактивті картасы бөлімінен толығырақ танысуға болады. 2025 жылғы 1 наурыз жағдай бойынша негізгі гидрологиялық болжамға сәйкес Жамбыл облысы аумағындағы топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштері келесідей. Облыстың барлық аумағында күзгі кезеңде топырақтың ылғалдылығы нормадан жоғары, тек Қордай ауданының аумағында ылғалдану деңгейі нормадан төмен. Жамбыл облысы аумағында топырақтың тоңдану тереңдігі 1 см-ден 65 см-ге дейін өзгереді. Батыс және оңтүстік батыс аудандарда Мойынқұм, Жуалы, Сарысу 21 см-ден 65 см. Оңтүстік шығыс аудандарда Қордай, Шу 1 см-ден 47 см. Оңтүстік аудан Меркі 23 см-ге дейін. Облыстың басым бөлігінде топырақтың тоңдану тереңдігі өткен жылмен салыстырғанда 2 см-ден 60 см-ге төмен. Тек Қордай ауданының шығысы мен Меркі ауданының оңтүстік батыс бөлігінде өткен жылғы мәндер шегінен жоғары. Жамбыл облысының аумағы бойынша 1 наурыздағы қысқы кезеңде жинақталған жауын-шашын мөлшері біркелкі бөлінбеген және келесідей. Облыстың көп бөлігінде Қордай, Шу, Жамбыл, Меркі, Сарысу, Талас аудандарында және Мойынқұм ауданының батыс бөлігінде нормадан төмен. Оңтүстікте Рысқұлов ауданы және Мойынқұм ауданының орталық бөлігі нормаға жақын. Мойынқұм ауданының шығыс бөлігі және Жуалы ауданының оңтүстік батыс бөлігі нормадан жоғары. Наурыз айына арналған ұзақ мерзімді ауа райы болжамына сәйкес, ауаның орташа айлық температурасы 3,2 градустан 7,8 градус жоғары болады деп күтілуде. Бұл нормадан 2 градусқа жоғары. Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, облыстың солтүстік батысында норма шамасында болады деп күтілуде. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштерін, суық кезеңдегі жауын-шашынның мөлшерін, топырақтың тоңдану тереңдігін, топырақ бетінде мұз қабығының болуы, сондай-ақ өзендерде мұз режимдерін талдай отырып, су тасқыны қаупі бар өңірлерге алдын ала баға берілді. Облыстың біршама аудандарындағы су тасқынын өту деңгейі төменгі қауіпқа жатқызады. Тек Меркі, Жуалы және Талас аудандарындағы өзендердегі су тасқынының өту кезеңі орташа қауіп деңгейін көрсетеді. Егер гидрометеорологиялық жағдай күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатерлер туралы хабарлайтын болады. Сонымен қатар ел аумағындағы гидрологиялық жағдай мен анықтама консультациясын Қазгидромет ресми сайтындағы гидрологиялық мониторингтің интерактивті картасы бөлімінен толығырақ танысуға болады. 2025 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша негізгі гидрологиялық болжамға сәйкес Жетісу облысы аумағындағы топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштері келесідей. Облыс аумағының басым бөлігінде Қаратал, Ақсу, Сарқан, Алакөл, Көксу, Панфилов аудандарында нормадан жоғары. Кербұлақ ауданының батыс бөлігінде және Ескелді ауданының орталық бөлігінде күзгі кезеңдегі топырақтың ылғалдандыратын жауын-шашын мөлшері нормадан төмен. Жетісу облысы бойынша топырақтың тоңдану тереңдігі 6-дан 110 см-ге дейін өзгереді. Сарқан, Алакөл аудандарының солтүстік шығысында 46 см-ден 51 см-ге дейін, Қаратал ауданында 58 см-ден 110 см-ге дейін, Панфилов ауданында 61 см, Кербұлақ ауданында 25 см-ден 52 см-ге дейін, Талдықорған метеостанциясында тоңдану 6 см-ді құрайды. Өткен жылғы топырақтың тоңдану 13 см-ден 66 см-ге дейін аз болды. Жетісу облысының аумағында 1 наурыз жағдай бойынша қысқы кезеңде жинақталған жауын-шашын мөлшері келесідей. Облыс аумағында қардың таралуы біркелкі емес. Облыстың оңтүстік шығыс бөлігінде Панфилов ауданында нормадан төмен. Қаратал, Көксу аудандарының батысында және Кербұлақ, Ескелді аудандарының оңтүстік батыс бөлігінде норма шамасында. Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарында нормадан жоғары.
Наурыз айына арналған ұзақ мерзімді ауа райы болжамына сәйкес, ауаның орташа айлық температурасы 1,9 градустан төменнен 8 градус жоғары болады деп күтілуде. Бұл нормадан 2 градус жоғары. Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштерін, суық кезеңдегі жауын-шашынның мөлшерін, топырақтың тоңдану тереңдігін, топырақ бетінде мұз қабығының болуы, сондай-ақ өзендердің мұз режимдерін талдай отырып, су тасқыны қаупі бар өңірлерге алдын ала баға берілді. Жоғарғы қауіпті аудандар: Текелі, Алакөл, Ескелді, Кербұлақ, Көксу аудандары. Орташа қауіпті аудандар: Панфилов, Сарқанд аудандары. Төменгі қауіпті аудандар: Талдықорған қаласы, Қаратал, Ақсу аудандары. Егер гидрометеорологиялық жағдай күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатерлер туралы хабарлайтын болады. Сонымен қатар ел аумағындағы гидрологиялық жағдай мен анықтама консультациясы Қазгидромет ресми сайтындағы гидрологиялық мониторингтің интерактивті картасы бөлімінен толығырақ танысуға болады. Согласно основного гидрологического прогноза по состоянию на 1 марта 2025 года, на большей части территории Алматинской области увлажнение выше нормы в среднем от 29 до 234%. По территории Алматинской области осадки увлажняющей почвы за осенний период выше нормы в северо-западной части области в среднем на 234%, в юго-западной в среднем на 43%, в южной в среднем на 29%, в юго-восточной части области в среднем на 53%, в районах города Алматы в среднем на 79%, около нормы в центральной части области. В сравнении с 2023 годом осеннее увлажнение 2024 года по Алматинской области меньше на 22%. По состоянию на 1 марта 2025 года промерзание почвы колеблется от 3 до 120 см. На юге области минимальное промерзание почвы отмечалось в Талгарском и Янбекши-Казахском районах. На территории города Алматы промерзание почвы варьировало от 20 до 52 см. На юго-западе области отмечалось промерзание почвы от 29 до 60 см, в центральной и северо-западной части от 42 до 95 см. На юго-востоке области глубина промерзания почвы достигла 51-120 см. На преобладающей территории Алматинской области глубина промерзания почвы больше и в пределах прошлогодних значений. Лишь в отдельных местах оно меньше, чем в 2024 году. Сумма накопленных осадков за зимний период на территории Алматинской области распределена неравномерно. Ниже нормы в городе Алматы в среднем на 27%, в юго-восточной части в среднем на 32%, в центральной части области в среднем на 21%, в юго-западной части области в среднем на 33%, в северо-западной части в среднем на 21%, около нормы в южной части области. Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от минус 3,7 до плюс 7,3 градуса по Цельсию, что выше нормы на 2 градуса. Количество осадков за месяц предполагается больше нормы при норме 10-90 мм. Осадки в виде дождя и снега ожидаются в начале и в конце первой декады, дождь в середине первой, второй, часто в третьих декадах. Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологических условий, условно область можно поделить на следующие категории риска. Со средним риском город Алматы, Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский, Райымбекский, Янбекши-Казахский и Илийский районы. С минимальным риском город Конаев, Карасайский и Уйгурский районы. В случае повышенного температурного фона и сильных осадков в виде дождей в марте месяце по горным рекам возможно прохождение талодождевых паводков. В случае изменения гидрометеорологической обстановки РГП «Казгидромет» будет заблаговременно предупреждать штормовыми предупреждениями. Более подробно ознакомиться со справкой консультации и гидрологической обстановкой на территории страны можно на официальном сайте РГП «Казгидромет» в разделе «Интерактивная карта гидрологического мониторинга». 2025 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша негізгі гидрологиялық болжамға сәйкес Батыс Қазақстан облысы аумағындағы топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштері келесідей. Облыстың барлық аумағында ылғалдану нормадан 65%-ға төмен, Казталов, Жаңғалы аудандары және Бөкей Ордасы аудандарының бір бөлігі мен Орал қаласы маңында 25 мм-ден төмен жауын-шашын тіркелген. Қалған аудандарда жауын-шашын мөлшері 25 мм-ден жоғары. Облыс бойынша топырақтың тоңдану тереңдігі орташа есеппен солтүстік аудандарда 62 см-ден 111 см, оңтүстік аудандарда 56 см-ден 100 см аралығында өзгереді.
Топырақтың ең терең тоңдануы облыстың солтүстік және шығыс бөліктерінде, атап айтқанда Бөрілі, Шыңғырлау, Ақжайық, Бәйтерек аудандарында және Орал қаласында байқалады. Топырақтың тоңдану тереңдігі Тасқала, Ақжайық, Бәйтерек аудандарында, Жаңғала ауданының көптеген бөлігінде, Бөкей Ордасы ауданының аз бөлігінде, Сырым, Теректі, Шыңғырлау аудандарының өткен жылғы мәндерден 10 см-ден 57 см-ге жоғары. Қалған аудандарда топырақтың тоңдану тереңдігі өткен жылғы мәндерден 3 см-ден 20 см аралығында төмен. Облыс аумағында суық кезеңдегі жауын-шашынның таралуы біркелкі емес. Тасқала, Ақжайық, Жаңғала, Теректі және Бәйтерек аудандары мен Орал қаласының көп бөлігінде жауын-шашын мөлшері норма шамасында. Ал қалған аудандарда Бөкей Ордасы, Жәнібек, Казталов, Бөрілі, Шыңғырлау, Сырым және Қаратөбе аудандарында 16-дан 47% нормадан төмен. Өткен 2024 жылмен салыстырғанда облыстың барлық аумағында 2,5 есе төмен жауын-шашын түскен. Ақпан айына арналған ұзақ мерзімді ауа райы болжамына сәйкес, ауаның орташа айлық температурасы 1,9 градус төменнен 3,8 градус жоғары болады деп күтілуде. Бұл нормадан 2 градусқа жоғары. Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштерін, суық кезеңдегі жауын-шашын мөлшерін, топырақтың тоңдану тереңдігін, топырақ бетінде мұз қабығының болуы, сондай-ақ өзендердің мұз режимдерін талдай отырып, су тасқыны қаупі бар өңірлерге алдын ала баға берілді. Орал қаласы, Тасқала, Бөрілі, Шыңғырлау, Қаратөбе және Бәйтерек аудандары су тасқыны қаупі жоғары аудандарға жатады. Казталов, Ақжайық, Теректі, Сырым аудандары орташа қауіпке, Бөкей Ордасы, Жаңғала және Жәнібек аудандары төмен қауіпке ие. Егер гидрометеорологиялық жағдай күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатерлер туралы хабарлайтын болады. Сонымен қатар ел аумағындағы гидрологиялық жағдай мен анықтама консультациясын Қазгидромет ресми сайтындағы гидрологиялық мониторингтің интерактивті картасы бөлімінен толығырақ танысуға болады. 2025 жылғы 1 наурыз жағдайы бойынша негізгі гидрологиялық болжамға сәйкес Атырау облысы аумағындағы топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштері келесідей. Нормадан жоғары бақыланған Жылыой және Қызылқоға аудандарын қоспағанда барлық аумақта ылғалдану мәні негізінен нормадан төмен. Өткен жылмен салыстырғанда облыстың солтүстік батыс бөліктеріне атап өтетін болсақ, Индербор, Махамбет, Құрманғазы аудандарында күзгі кезеңдегі топырақтың ылғалдануы орта есеппен 57%-ға төмен. Облыстың шығыс бөлігінде 45%-ға төмен. Атырау облысының аумағында топырақтың тоңдану тереңдігі 33 см-ден 70 см-ге дейін аралықта өзгереді. Облыстың шығыс бөлігінде Қызылқоға ауданында 33 см, облыстың батыс бөлігінде Құрманғазы ауданында 70 см, облыстың оңтүстік бөлігінде Атырау қаласында 49 см. Өткен жылмен салыстырғанда топырақтың тоңдану тереңдігі облыстың батысында Құрманғазы ауданында 20 см-ге жоғары, облыстың шығысында Қызылқоға ауданында 45 см-ге және Атырау қаласында 5 см-ге төмен байқалады. Атырау облысы аумағында суық кезеңде жауған жауын-шашын мөлшері орташа көпжылдық мәндерден орта есеппен 25%-ға жоғары. Тек Индербор ауданында 18%-ға нормадан төмен. Өткен жылмен салыстырғанда облыс аумағында суық кезеңде жауған жауын-шашын мөлшері орта есеппен 36%-ға төмен. Наурыз айына арналған ұзақ мерзімді ауа райы болжамына сәйкес, ауаның орташа айлық температурасы 1 градустан 4,4 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Бұл нормадан 2 градус жоғары. Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштерін, суық кезеңдегі жауын-шашын мөлшерін, топырақтың қату тереңдігін, топырақ бетінде мұз қабығының болуы, сондай-ақ өзендердің мұз режимдерін талдай отырып, Жылыой және Қызылқоға аудандарында су тасқынын өту белсенділігі жоғары екенін көрсетеді. Жем өзені бойынша Аққыстоғай ауылындағы гидрологиялық бекетте көктемгі су тасқынының ең жоғарғы су деңгейі нормадан 92 см жоғары
деп күтілуде. Егер гидрометеорологиялық жағдайлар күрт өзгерсе, Қазгидромет РМК 2-3 тәулік бұрын дауылды ескертулер арқылы қауіп-қатерлер туралы хабарлайтын болады. Сонымен қатар ел аумағындағы гидрологиялық жағдай мен анықтама консультациясын Қазгидромет ресми сайтындағы гидрологиялық мониторингтің интерактивті картасы бөлімінен толығырақ танысуға болады. Согласно основного гидрологического прогноза по состоянию на 1 марта 2025 года на территории Актюбинской области осенние увлажнения распределены ниже нормы по бассейнам рек Каргала, Косистек и Орь, около нормы по бассейнам рек Илек, Иргиз, выше нормы по бассейнам рек Тимир и Оил. Глубина промерзания почвы на территории Актюбинской области варьируется от 13 до 129 см. В западных и юго-западных районах от 79 до 103 см, в восточных и северо-восточных районах от 80 до 112 см, в южных районах от 56 до 114 см, в северных районах от 56 до 129 см. На большей части территории области глубина промерзания почвы около прошлогодних значений. В Хабдинском, Мартукском и Каргалинском районах и городе Актюбе отмечается увеличение глубины промерзания по сравнению с 2024 годом от 12 до 50 см. На территории Актюбинской области сумма накопленных осадков за зимний период на 1 марта распределена неравномерно. Ниже нормы на большей части Иргизского, Хромтауского районов, восточная часть Мугалжарского района, Хабдинский, Мартукский, Шалкарский, Алгинские районы. Около нормы в Каргалинском, восточной части Мартукского, центральной части Айтекибийского, Тимирской и центральной части Шалкарского района. Выше нормы по городу Актюбе, в восточной части Айтекибийского района, в западной части Мугалжарского района, в Уилском районе, южной и северной частях Байганинского района. Согласно синоптического прогноза, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от минус 4,8 до плюс 1,8 градусов по Цельсию, что выше нормы на 2 градуса. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области, около нормы на юге области. Осадки в виде дождя и снега ожидаются часто в течение месяца. Расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышения критических уровней воды по верхнему течению реки Илек, протекающей по территориям города Актюбе и Алгинского района, нижнее течение в Мартукском районе, по реке Эмба, протекающей по территории Мугалжинского района, по реке Тимир, протекающей по территории Тимирского района, по реке Большая Кабдана, протекающей на территории Хабдинского района, по реке Уил, протекающей по территории Уилского района, по рекам Иргиз и Торгай, протекающим по территории Иргизского района. Реки Орь и Жахсы-Каргала, протекающие по территории Хромтауского и Каргалинского районах, на данном этапе имеют средний риск активности прохождения половодья. К низкому риску прохождения весеннего половодья отнесены следующие реки: Шииле, Косистек, Актасты, Карахобда, Кукпекта. В случае резкого изменения гидрометеорологической обстановки РГП «Казгидромет» будет заблаговременно предупреждать штормовыми предупреждениями. Более подробно ознакомиться со справкой консультации и гидрологической обстановки на территории страны можно на официальном сайте РГП «Казгидромет» в разделе «Интерактивная карта гидрологического мониторинга».